Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздермен сүзбелі печенье дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеле кетіңіз. Қамырды дайындау үшін сүзбемізге бөлме температурасында еріп тұрған сары майды және құм шекер салып блендермен езіп аламыз. Егер блендер жоқ болса, сүзгіден өткізуге болады. Осындай ешқандай түйіртпексіз консистенция болу керек. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, тағы да бір араластырамыз. Одан кейін үстіне қамыр қопсытқыш пен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Тақтайға немесе осындай силиконды ковриктің үстіне кішкене ұн сеуіп, үстіне жаңа қамырымызды жаятын боламыз. Қатты қалың етпей, шамамен жарты сантиметрдей қалыңдықта жаятын боламыз. Одан кейін үйдегі бар кез келген дөңгелек формамен осылай кесіп аламыз. Одан соң осындай құм шекерге видеода көрсетілгендей етіп, аунатып, бір-біріне қосатын боламыз. Орағанда ең соңғы бөлігіне құм шекер тегізбейміз, ол бізде пергамент қағазының үстіне қойылады. Арасын ашып және бір шетін басып, осылай орналастырып шығамыз. 180 градус пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Мінекей осымен печеньелеріміз дайын. Шайға өте керемет болады, жасап көріңіздер, ас болсын.